Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Айсұлу, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін осындай қазақша ерекше костюм тігетін боламыз. Достар, сіздерден осы видеомды подписка, лайк, комментарий арқылы бағалауларыңызды сұраймын. Ол мен үшін өте маңызды. Егер де сіздерге лекалы қажет болса, төменде WhatsApp ссылкасын қалдырып кетемін. Сол ссылка арқылы хабарласыңыздар. Костюмымыздың бұл бірінші бөлімі, біз жоғарғы бөлігін тігеміз. Ол үшін бізге королевский велюр керек. Менде ені 2,80 және де астармата, шалбарымызға резина, түрлі оюлар, өздеріңіздің қалауларыңызбен әртүрлі оюларды мен 2-3-4 данадан алып алған болатынмын. Және де осындай жолақ, аңның терісі, бұл бірақ міндетті емес. Матамыздың бағытын қарап аламыз, яғни осылай өзгермейтін бағытын аламыз. Өзгеріп тұрған бағытынан біз алмаймыз, яғни осы өзгеретін бағыт бойынша ұзыннан қиып отырамыз, барлық лекаламызды сол бағыт бойынша. Мінекей тағы да тексеріп қарап алып, сол бағыт бойынша орналастырамыз. Матамыздың шетін 2 бүктеп алып, бірінші арқасын қоямыз, спинка дейміз. Бұл жерде спинканың лекаласы 2-ге бөлініп тұр, сіздер оған мән бермеңіздер, бұлар бірге тігіледі. Одан кейін астар матада екеуі 2 бөлек матадан тігіледі, яғни жоғарғы кішкентай бөлігі негізгі матадан, ал қалған бөлігі астар матадан. Бұл подборд дейміз, кейін түсіндіре жатамын оны. Мына жердегі сызық бұл дұрыс емес, мен басында шатасып сызып қойдым. Негізгі спинкамыз осы. Тігіске 1-1 сантиметрден артық ала отыра қиып шығамыз. Спинкамыз дайын. Енді әрі қарай алдыңғы бөлікті тігіп аламыз, қиып аламыз. Бұл жерде де тігіске 1-1 сантиметрден жан-жағынан ала отыра қиып шығамыз. Сіздер әрқайсысын өлшеп 1-1 сантиметрден сызғыш арқылы сызсаңыздар да болады, немесе мен секілді көзбен. Ол үшін глазомер жақсы болу керек. Мынау бізде қол, рукав, яғни 2 бөліктен тұрады. Сіздер оны біріктіріп сызып алсаңыздар да болады, немесе әрқайсысын бөлек-бөлек сызып алып, қиып алып, тіксеңіздер де болады. Мынау бізде рукавтың иықпен бірігетін жері, оны осылай сызып алған жөн болады. Қиған кезде үшбұрышты қылып, кішкене үшбұрышты қылып қиып жіберіңіздер. Кейін қолымызды тігіп жатқан кезде иыққа бірден орналастыруға өте жеңіл. Енді мінекей осы бөліктер осылай бір-біріне тігіледі. Енді біз подбордтарымызды қиып алуымыз қажет. Жаңағы айтып отқан подбордтарымыз, бұл біздің ішкі астар матада пиджак ашылған кезде жағында кішкентай бөлігі осы негізгі матадан тұрады. Қалған бөлігінің барлығы астар матадан тұрады. Яғни бірден астар матаға көшіп кетпес үшін переход ретінде осылай подборд ойлап табылған. Енді подборд бізде мынау бірінші бөлігі алдыңғы бөліктікі, одан кейінгі кішкентай бөлік ол артқы спинканыкі. Арқа бөлігінің спинкасын біз міндетті түрде бүктелген матаға аламыз, 2 бүктелген. Осы бүктелген жерін көрсетіп жатырмын, соны дәл осылай қоямыз. Яғни ол лекалада да көрсетіледі, қай жері бүктеліп тұру керектігі жазылып тұрады. Және де жан-жағынан 1 немесе 0,5 сантиметрден артық ала отыра тігіске сызамыз. Сіздер егерде бұл жаңа бастамаларыңыз болса, сіздер 1-1 сантиметрден артық алғандарыңыз жөн болады, себебі өздеріңізге шатасып, қателесіп кеткенде оңайырақ болу үшін. Және де астар матаның қалған бөліктерін қиятын кезде мен сол дәл велюр матаның өзімен өлшеп қиып жатырмын. Көріп тұрсыздар, дәл солай қиып аламын, сол кезде дәлме-дәл бірдей болып шығады. Енді жаңағы арқа бөлігін қиып алдым ғой астар матадан, соның осы бөлігін қиып тастаймын. Себебі мен оны басқа негізгі матадан жасайын деп жатырмын. Сол үшін дәл сол матадан қиып алып, кейін жалғап тігеміз. Мінекей. Енді бұл бізде алдыңғы бөлігі. Подбордсыз өлшеніп тұрған, міне подбордты көрсетіп тұрмыз сіздерге. Енді осындай бізге 2 бөлік қажет. Бұл бізде лекалада бар, қағазда кездеседі.
Сондықтан оны артығырақ алып қиып жатырмын. Мінекей подбордымыз осылай бір-біріне келе қалуы керек. Оларды да бір-бірлеріне осылай тігіп шығамыз. Енді рукавтар, яғни қол, жең бөлігі. Енді негізгі бөліктеріміздің иықтарын тігіп шығамыз біріктіріп. Одан кейін жеңіміздің, яғни осы екі бөлігін тігіп шығамыз. Енді сол жеңімізді қазір жалғаймыз. Мынау сызық, алдағы жалғанған сызық, ол алдыға емес, артқа қарап тұру керек, арқамызға. Сондықтан да міне осы рукав дұрыс келеді, артқы бөлікке келіп тұр. Енді мынау біздің үш бағана қиған жерімізден бастап біріктіріп алып, жан жағына инемен бекітіп шығамыз. Немесе осы жерде сіздер сілтеме арқылы өтіп, осы аң терісінен иықты тігу арқылы видео бар, басқа мен бешпен тіккен болатынмын, сол видеодан қарай аласыздар қалай терімен жұмыс істеу туралы. Мінекей біздің иығымыз дайын. Енді бұл жерде жолақтарды әсемдеуді қарастырасыздар, өздеріңіз қалай қойғанда қалай болады деген сияқты. Ең соңында мен жолақты жеңдеріне қоюды жөн көрдім, және де екі оюды екі жеңіне әдемілеп. Бұл жерде бізде аң терісі кішкене бір-бірімен теңеспей қалып тұр, сондықтан мен қысқартып бірдей қылып оларды қиып шықтым. Енді жолағымызды қолына тігіп шығу қажет. Достар, сіздерден еңбегімді лайк, комментарий, подписка арқылы бағалауларыңызды сұраймын. Ол менің еңбегімнің жемісі болып есептеледі. Алдын ала рахмет. Ортасын сызып алып, маркермен осылай үтіктеп, оюымызды орналастырамыз. Одан кейін теріс жағынан да үтіктейміз, сол кезде оюымыз нақты қатты жабысады. Және де содан кейін осылай жолағымды орналастырып алып, тігіске төменнен 5 сантиметрге артық мата қалдырдым. Тігіп шығамыз екі жағынан жолақты. Енді біз жеңіміздің және жанымыздың бөліктерін осылай біріктіріп тігіп шығуымыз қажет. Мінекей. Бұл бізде астар матамызды тіктік. Подбордты сіздерге көрсетейін дегенім, менде астар мата кішкене артықтау қиылыпты. Сондықтан да мен оны осы ортаңғы жерін біріктіріп осылай склад ретінде тігіп шықтым. Ол тіпті керемет деп айтуға болады. Баланың ішінде астар матасы кең болуы үшін жақсы. Және де алдыңғы подбордымызды осылай тігіп, үстінен тағы да бір тігіс салып шықтым. Бір жеңімізді осылай қалдырамыз да, қалған бөліктердің барлығын бағанағы пиджакта тіккен секілді негізгі матадан тігіп шығамыз. Және де оларды кигіздіреміз қазір. Оң бөліктермен оң жақтарын қарата отыра екеуінен де. Және де біздің астар бөлігіміздің бір жаны тігілген жоқ, оны кейінірек тігеміз. Не осылай барлығын қарап, иық пен иықтары келіп, төменгі тігістері мен төменгі тігістері барлығы бір-біріне келуі тиіс. Олардың барлығын қарап, инемен бекітіп тігіп алуымыз қажет. Мінекей осы астыңғы бөліктерін бастап тігуіміз керек. Одан алдын осы астар матамыздың екі жаңғы бөлігін тігіп алуымыз керек. Қолы тігілмеген жақ бұл, көріп тұрсыздар міне. Бір қолын тіккен жоқпыз астар матаның, осы жанын бірінші тігіп аламыз. Екінші жеңіміз ол соңынан тігіледі. Мінекей мен тігіп алдым, қазір сіздерге көрсетемін. Осы жерде айтайын дегенім, біз бірінші жанын тігіп алдық астар матамыздың, қолы жеңі жоқ жағынан. Одан кейін жаға жағын тіктік. Осы жерде сіздер тік жаға салуларыңызға болады костюмге. Оны да сілтеме қалдырып кетемін, тік жағаны қалай тігу туралы өтіп қарасаңыздар болады. Кейін барып біз төменгі бөліктерді тігіп шықтық, не біріктіріп. Содан кейін ғана барып біз осы алдыңғы бөліктерді біріктіріп тігеміз алдымызды. Себебі бізде бұларды тікпес бұрын төменгі жағынан кішкене 0,5 сантиметрге ішке қарай кіріп тұр.
Сондықтан біз соны бірінші біріктіріп тігіп алғаннан кейін ғана барып осы жанын тігеміз. Міне осындай болып көрсетілу үшін ішке қарай осылай кіріп тұрады астар матамызға. Сосын барып осы алдыңғы бөліктерді біріктіріп тігеміз. Сол уақытта 0,5 сантиметрге осылай кіреді. Сіздер оны жиырып қалыпты немесе артық алып қалыппын деп уайымдамаңыздар. Солай лекала өзі сызылған. Енді барлығын оң айналдырамыз, бұрыштарын шығарамыз инемен. Жеңдерімізді әлі біріктірген жоқпыз. Жеңімізді екі бөлек қылып шығарып қойдық. Енді бөлек тұрған жеңімізді осылай сол тігілмеген жағына кигіземіз. Бір-бірімен тігістерін келтіреміз. Және де айналдырып тігіп шығамыз. Мінекей, оны ішіне кіргізіп қоямыз. Біз осы жерден енді тігілмеген жағынан қолтықтан теріс айналдырамыз тағы да. Екінші тігіліп тұрған жеңіміз, ең бірінші тігіп қойған жеңімізді осылайша біріктіреміз енді. Қараңыздар. Қолтық астындағы сызықтары бір-бірімен келуі керек. Яғни астарымыз бен үстіңгі негізгі бөлігіміздің. Осылайша олардың бір-біріне оң жақтарын бір-біріне қарата отыра осылай жалғап шығамыз. Мұқият осы жерде қарап, паузаға қойып қайталауларыңызды сұраймын. Себебі көп адамдар шатасып кетеді. Өзім де бірнеше рет шатасып, басында үйреніп жүрген кезде қиналған болатынмын. Осылай инемен бекітіп аламыз. Содан кейін тігіп шығамыз. Міне қолтық сызықтарын көрсетіп жатырмын. Барлық тігістері бір-бірімен сәйкес келуі керек. Міне тігіп қойдық, айналдыра отыра. Енді сол жаңағы қолтық бөлігіміз бар ғой тігілмеген. Сол жақтан оң қаратып барлығын айналдырып аламыз. Мінекей енді бұл біздің тігілмей қалған екінші қолымыздың айналып тұрған айналатын жері қол айналымы. Бұл жерде де біз теріс қаратып аламыз қайтадан. Сосын тігіп шығамыз. Кішкене ғана бөлікті қалдырып, мінекей кішкене ғана бөлікті қалдырып мен уже тігіп шықтым. Енді осы бөлікті тек қана сыртынан тігіп жібереміз. Себебі бұл бөлік арқылы біз барлығын оңға қайтадан айналдырып алып, осы жерден сыртынан бір тігіп аламыз. Мінекей бізде дайын болып қалды костюмымыз. Енді сыртынан 1-1 сантиметрден жолақ сызып шығамыз, немесе 0,5 сантиметрден өздеріңізге қалай ыңғайлы. Мінекей енді осы жерлерден ілмешектер қадаймыз, ілгектер яғни. Қолында бір тігіп шығамыз сыртынан. Енді мен осы жерге ою жабыстырмақшымын. Сыртынан яғни үтіктей отыра жабыстырып шығамын. Мінекей костюмымыз дайын. Жоғарғы бөлігі яғни осындай ұлттық нақышта бір жастағы балаларға арналған, тұсаукесерге, бір жастағы тойға киюге болатын күміс түстегі күміс оюмен көмкерілген костюмымыз. Сіздер ары қарай оюды моншақпен, әртүрлі тастармен көмкерулеріңізге де болады. Ары қарай шалбарын тігу үшін мен жоғарыда сілтемені қалдырып кететін боламын. Подсказка бөлімінде қарап, сілтемеге өтулеріңізді сұраймын. Сіздермен бірге болған Айсұлу, сау саламатта болыңыздар.